Қазақстан ұзақ жылдардан бері шикізат өндіруші және аграрлық ел ретінде танылып келеді. Экономиканың дамуына жаңа көзқарас біздің елімізге алдыңғы қатарлы технологияларды белсенді дамытушы, оның ішінде ақпараттық технологияны дамытушы елдердің қатарына енуге мүмкіндік берді. Қазақстан металлургиясының өзіндік бай тарихы бар. Металлургия саласындағы соңғы ғылыми жаңалықтар, жаңа кесте технологиялары, Фонитцветмет институтының Gold Nobel микросферасы, екібастұз ферросиликоалюминий, Жезқазған 887, Қазақстан Республикасының минералды шикізатын кешенді өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы. Рынктағы үнемі өзгеріп тұратын жағдайлар Қазақстан кәсіпкерлеріне дәстүрлі қызмет салаларында жаңа бизнес шешімдер ұсынуға мәжбүрлейді. Түйе және жылқы сүті негізінде өнім өндіру технологиясы, жылжымайтын мүлік құрылысы және жобалау саласы, экологиялық таза құрылыс, материалдардың гипсокартон мен гофрокартонға арналған қағаздарды өндіру. Оңтүстік Қазақстанда тоқыма және тігін өндірісі кеңінен дамуда. Таяу арадағы жылдарда Қазақстанда негізгі машина жасау орталықтары құрылған жоқ еді. Бүгінгі қазақстандық кәсіпорындар түрлі техниканы өндіруде игеруде. Газ құбыр агрегаттарынан бастап баржалар мен әскери катерлерге дейін. Әлемдегі тұңғыш ғарыш айлағы да Қазақстан жерінде болған. Бұл жерден космосқа жердің тұңғыш жасаған спутнигі тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин ғарышқа аттанды. Ол адамзат дамуының ғарыштық дәуіріне жол ашты. Енді Ресей Қазақстан арасындағы тығыз байланыс арқылы ғарыш айлағы жаңа жобалардың куәгеріне айналды. Қазақстанның бәйтерек ғарыштық кешені құрылысы салынды. Казсат байланыс спутнигі ұшырылды. Каспий, Бурабай, Шымбұлақ, Шырын каньоны әлемнің түкпір-түкпірінен келгендерді ерекше таңғалдыратын Қазақстан табиғаттың гауһар тәжін киген ғажайып жерлері. Қазақстанның табиғи байлығын мәпелеп сақтау, экологиялық таза өндіріс орындарын пайдалану жолға қойылған. Жаңашыл жобалардың қаржы, басқару және интеллектуалдық тәрізді үш құрамдас бөлігі Қазақстанды одан әрі қарай дамытуға негізделген. Мемлекет пен бизнес мүдделерінің тоғысында Қазақстанның жаңа келешегін нығайтуға бағытталған жаңа жобалар, қызықты идеялар мен шешімдер туындайды. Елдің ғылыми техникалық дамуын энергетикалық дамусыз көзге елестету қиын. Мұнай және газ байлығын тиімді пайдалану Қазақстан экономикасының жаңғыртудың негізі бір болып табылады. Қара алтын мен көгілдір отынды өндіруде алдыңғы қатарлы әлемдік технологияны пайдалану үстінде. Болашақ Қазақстанның күш-қуаты жастардың қолында.